Ал жақсы қыздар, бүгін сабақты бастай берейік. Бүгін мен аутизм деген тақырыпты қойдым. Неге мен аутизмді қойдым? Себебі өздеріңіз білесіздер, осы жақында менің келінім қайтты, сол келінімнің қызы болды. Бұрын енді анда-санда барып кеткенде болмаса, басқа уақытта аса көп мән бермейміз ғой. Сөйтіп, енді ол қызды ол ары қарай олай қоюға болмайды. Енді ол бізге қазір данное время уже аманат есебінде қалған бала. Сосын мен өзім ізденіп бастадым. Жалпы аутизмнің ар жағының себебі рухани кесел екенін түсінетінмін. Бірақ оның байыбына тереңдеп бара қойған жоқпын. Более ашып, былтыр естеріңде болса, Фейсбукқа осымен аутизм туралы жаздым. Бірақ ол жерде, яғни балаға внимание жетпегеннен болатыны туралы айтқанмын. Яғни аутизм деген балаға вниманиенің жетпегенінен. Мысалы біздер қазіргі қоғамда мысалы аналар не істейміз, отырамызда ойбай ақша табуым керек дейміз. Есіміз кетіп телефоннан ақша табудың жолдарын қарап кетеміз. Одан ана дүнияны алу керек, мына дүнияны алуымыз керек біз дейміз. Әйтеуір біздің вниманиеміз қазір балаға аз бөлінеді. Түсініңіздер ме? Аз бөлінеді. Енді мысалы біздің поколенияда, бұрынғы поколенияда қарап отырсаңдар, ауыратын адам аз. Мысалы, мен өзімнің үйде бір жүре алмайтын жаңағы ДЦП дейді ғой, қазіргі тілмен айтқанда, ақыл есі бүтін, тек қана мына жүре алмайды. Сол ағам бар, бірақ ол баяғы сол біз кішкентай кезімізде ондай балалар тек біздің үйде болды. Сосын төртінші ауылда бір Сүндет Қали деген болды, бір осы дауна бала болды. Басқа мысалы былай қарап отырсаң, айналада ондай ауру бала жоқ болатын. Ал енді қазір қарап отырсаңдар, кез келген отбасында әйтеуір бір келіннің бір баласы міндетті түрде ауырады. Қарап отырсаңыздар. Сосын енді мен айтам ғой, менің Россияның Альбасаро деген несін қараймын, Джулия Поны қараймын. Сосын Жасадгуру деген олар уже әлемдік дәрежедегі үлкен адамдар ғой. Бірақ енді сол кісілердің уже болжамында айтады. Болашақта бізге өзімізге қауіп төндіретін ұрпақ өсіп келе жатыр. Яғни бұл ауру бала. Яғни біздер, сендер бұрынғы өткен сабақтардан білесіңдер, мына арттағы қалған бала деп отқанымыз, ол біздің келесі шығар жолымыз. Түсінесіңдер ғой оны, яғни біздер бір-бірімізден бетіп не істейміз, үнемі шығып жүреміз. Яғни кеше жаңа бір жоқтаудың кезінде айтып жатыр, ұшпақтың жолы ұзын дейді. Ұзын ол бітпейтін. Біз энергиямыз. Ол энергия ешқашанда бітпейді. Ол тек қана бір күйден екінші күйге ауысып отырады. Мысалы, тіріме де өледі. Өлгенде ол бірақ энергия біздің көзімізге көрінбейтін энергия болып ұшып кетеді, шындығында келгенде. Бірақ ол энергия ары қарай да не істей береді? Ол жұмысын жүргізе береді. Мына өмірде өзінің өту керек жолдарынан өте береді. Бірақ енді өкінішке орай осы жағдайды қазір көп ешкім біле бермейді. Бірақ қазіргі уақыт, алдында сабақта айттық қой, 4G, 5G деген, яғни біздер бүгінгі түсінігімізден біз басқаша түсінікке не істеуіміз керек? Өтуіміз керек. Көрдіңіз ба? Біз қазір не істеп жүрміз? Көбіміз баяғы бір қасаң түсінікпен қойып жатырмыз. Қазір қасаң түсінікпен жүретін болсаң, сенің баратын жерің барлық уақытта да тығырық. Міне, сондықтан да менді осы ойлана келе ана өзім аутизмді зерттедім сөздің шыны керек. От и до полный, мына сол жаңағы өте терең айтатын адамдардың жаңағы білімдерін алып, оқып, талдап, сосын енді оны міндетті түрде айту керек. Қазір қоғамда мен шетінен жайлап айта берейін. Оны қабылдайтын адам, қабылдамайтын адам өзі білер деген мақсатпен осы сабақты ұйымдастырып жатырмын. Көп оқытып жатырмыз. Педагогтарға да қазір кәдімгідей оқыту міндетті. Қалай сонда аутизм деген диагнозы ақыл есі кеміміз ба? Сонда қалайса әлде сөйлей алмайтын ба? Енді негізі аутизмнің түрі көп, ол бірнеше салаға бөлінеді екен. Мысалы, енді мына аутизм деген ол былай қарап отқанда әлемі бөлек балалар. Мысалы да? Өзімен өзі айнала береді. Өзімен өзі айналады да. Ондай балдардың балабақшасы қалықтап жүреді. Осылай тек қалықтап жүреді.
өз-өзінен ұшып, өз-өзінен әлемі бөлек болып жүреді. Мына адамға көзі түспейді. Иә. Бір адамға Дүниеде, көзі дүниеде. бір адамға бүйтіп көзі түспейді. Негізінде біздер адамға адамның көзі түсу керек, баланың көзі түсу керек, иә. Оған бірдеме деп айтсам, ол естімейді. Көрдіңіз ба? Ол негізі есту керек бізді. Ол атын айтқан кезде бізге реагировать ету, шақырғанда реагировать ету керек, иә. Міне, енді мына Кажетта деген шаман әйел бар, иә. Сол шаман әйел айтады. Күндердің күнінде дейді, енді күндердің күні болғанда где-то бір 20 жылдың ар жағында дейді. Яғни сондай ұрпақтың баласымен сау балалар бүйтіп, былайша айтқанда, соғыс болғанда андай не соғыс емес енді, жаңағы қару-жарақпен соғыс емес, бірақ сол балалармен осы екі поколенияның арасында қатты тартыс болады дейді. Мысалы, ал енді былай қарап отқанда, мына өмірді сондай нәрсенің бәрін біз өзіміз жасап отырмыз. Марафоннан да байқап жатсыңдар ғой, иә? Яғни біз мысалы мына қасқырдың баласын дейді да, қасқырдың баласын адамның арасына әкеліп қойса дейді, ол күндердің күнінде по-любому қасқыр болып шығады. Көрдің ба? Ал адамның баласын қасқырдың ішіне апаратын болса, ол бала қасқырдың әрекеттерін жасайды. Иә, бар. Күнәсі бар. Көрдің ба? Мысалы, ол сөйлеп кетпейді барып. Ол қасқыр ырылдай ма? Ырылдай. Ұлый ма? Ұлый. Ол жаңағы маймыл сияқты ненің ағаштың төбесінен шыға ма? Шығады. Бірақ ол адам болып не істемейді? Сөйлемейді. Көрдіңіздер ме? Еліктеу ортаның несі көп болып тұрады. Міне, бұл нені білдіреді? Яғни бізге әу баста Алла тағала жаратқан кезде бізге таңдау құқын береді. Адамдарға таңдау құқын береді. Көрдіңіз ба? Соның ішінде ой деген құдіретті береді, таңдау құқығын береді. Бірақ жануарларға ол таңдау құқы жоқ. Ол қасқыр болды ма, қасқыр болып қалады. Ол ит болды ма, ол ит болып қалады. Адам сияқты бола алмайды. Ол қайткен күнде де адам сияқты болмайды. Енді бір шамалы бір әбден тәрбиелеп, бір шамалы ұқсататын шығар, бірақ ол адам болып кетпейді. Түсіндіңіздер ме? Міне сол сияқты қазіргі қоғамда біздер осыны түсінуіміз керек. Яғни таңдау құқығымыз бар біздің. Құдайдан келіп тұрған бізде ең үлкен нығмет таңдау құқығымыз бар. Түсінікті ме? Енді одан кейін естеріңде болса, бұрынғы осы 34-ші домда офисіміз болған кезде мен сіздерге Исра сүресінің 14-ші аятын жазып та алыңдар, оқып та алыңдар. Бұл кезде, міне, яғни біздер осыны уже түсінетін уақыт келді бізге. Яғни әлемде еш нәрсе жоқ болып кетпейді. Көрдіңіз ба? Дауыс болып жатқан көріністердің барлығы кеңістікте жиналып жатыр. Көрдіңіз ба? Дауыс болып жатқан көріністердің барлығы кеңістікте жиналып жатыр. Дүниені қоршап тұрған шамамен 10.000 шақырымдық шар тәрізді кеңістік барша мақұлықтар үшін бір тұрғыда амал дәптерлерінің жиынтығы. Іспеттес. Ақыретте барлығы бейне таспаға түсірілген көріністер сияқты ортаға шығады. Және бұған ешкім қарсылық білдіре алмайтын болады. Өйткені Құран кәрімде. Кітабыңды оқы. Бүгін есептесуші ретінде өзіңе өзің жетесің. Өз кітабыңды оқы. Есіңдеріңде бар ма осы сүре? Иә, осы сүре. Яғни Исра деген сүре. Яғни бұл жерде біз қазіргі тілмен айтқан кезде мына айналадағы, жаңа айтып отыр, дауыс болып жатқан барлық кеңістікте отқанымыз, бұл өзіміздің кәдімгі айтып жүрген неміз биополеміз, яғни квантовый поле, биополе. Қазіргі кезде уже ғалымдар оны квантовый поле, квантовый скачок деп мысалы сөйтіп айтып жатыр. Квантовый поле, квантовый поле. Яғни осы квантовый поледе сіздің не істеп, не қойғаныңыздың барлығы да ешқашанда не істемейді? Жойылмайды, жоғалмайды. Енді осы жерде тағы да Джулия Поның Альбасара академиясының, яғни біз айттық қой, ошибка прошлых воплощений, ОПВ. Ошибка прошлых воплощений. Осы жерде прошлый воплощение дегенді
қазір көп адам прошлое воплощение дегенді түсініп жатқан жоқ, түсінбейді. иә. Мысалы квантовый скачокты бүйтіп секірт жіберіп сені басқа бір измеренияға түсіргісі келеді. Қазір көп мына нелер, коучтар сөйтіп сабақ өткізіп жатыр, иә. Бірақ сен мың жерден де секіріп, сен баяғы өзіңнің ошибкаңды орнына қайтадан қоймай, сен ешқашанда жаңа айтқандай байлыққа да жетпейсің, кемелдікке де жетпейсің. Құранда әу баста айтқан, асықпа, сабырдың түбі сары алтын. Қазіргі қоғамда бірақ адамдар асығады, бірақ сіздер асықпаңыздар. Түсіндіңіздер ме? Асықпаңыздар. Скачок жасаудың қажеті жоқ. Өзің дер кезінде өзіңнің қателігіңді тауып, сол қателікпен жұмыс жасап, сен осознать еткенде, яғни түсінгенде, сен полный түсінген кезде ғана сен одан құтыласың. Одан секіріп кетіп ешкім де құтыла алмайды. Түсіндіңіз бе? Міне, яғни опыт, ошибка, прошлых, воплощение. Міне, осыны ошибка прошлых воплощениені, яғни соған біріншіден сеніңіздер. Бұл сабақта алдында айтылды, яғни өлгеннен кейін қайта тірілу. Яғни бұл жерде жаңа әңгіменің басында айттық, біздер всего лишь энергиямыз, өлмейтін энергиямыз. Көрдіңдер ме? Вечно қозғалыста. Жаңа айттық қой, жаңа бұрынғы қазақтың фольклорында кешеде болса ненің кезінде жаңа айтып жатыр ғой, ұшпақтың жолы ұзын дейді. Ұзын ол бітпейді. Ұшпақ. Оны ғылыми тілде айтқанда ноосфера дейді. Ноосфера, яғни ұшпаққа барған кезде ол энергия болып ұшып кетеді, сол жерде энергия обработка деп болады. Көрдіңіз бе? Міне. Енді сол обработканың болған кезінде, яғни сен нені дұрыс жасадың, нені бұрыс жасадың, соның барлығы да міндетті түрде жаңа Құранның тілімен айтқанда сұралады деп айтады ғой. Міне сол сияқты ол міндетті түрде сол жерде обработкаға тап болады. Енді мына аутизм болып келіп жатқан балалар оказывается, біздің аналарымыздың аутизм, оказывается, женский аналық линиядан, аналық тектен келеді екен. Көрдіңіздер ме? Женская линиядан келеді. Көрдіңіз бе? Сіздің негізінде аталық тек деген болады, аналық тек деген болады. Естеріңізде болса, бұрынғы бір сабақта да біз айттық қой. Бірінші бала аталық неден келеді, екінші бала аналықтан келеді, сондай деп айтқанбыз. Ол да барлығы да радиологияда барлығы да зерттелген нелер, кәдімгі дәлелденген нәрселер. Түсіндіңіздер ме? Именно аутизм бала әйелге оның өзінің женская линиясынан келеді екен. Көрдіңіздер ме? Енді егерде женская линияда бұрын аборт жасатқан әйел болатын болса, көрдіңіз ба? Яғни аутизм болған балалар, бұлар абортированный балалар. Яғни баяғы воплощениесінде не болған? Аборт болғандар. Баяғы өткен өмірінде ба? Өткен өмірінде аборт болған балалар. Мысалы, қазір айтайық та, қазір 2023 жылы болатын болса, бұлар 1923 жылдары, немесе 1823 жылдары. Ішіп еткен заманда болған шығар. Заман дұрыс болмады ғой. Көрдіңіз ба? Яғни аборт болған балалар. Көрдіңіз ба? Яғни мына өмірге не болып келетін? Енді қараңыз. Бұл жерде көрдіңіз ба? Әйел адамның мамасы, мамасының мамасында болады ол. Көрдіңіз ба? Соңғы 4 поколение деп алатын болсақ, мына емес, мына поколенияның біреуінде не істеді ол? Болды. Көрдіңіз ба? Енді қараңыз, мына әлемде Құдай адамды жеке-жеке басқарып отырмайды. Несімен басқаратын еді? Өзінің, өткен сабақта айттық қой, өзінің несімен басқарады? Құдай адамды жеке-жеке басқарып отырмайды. Құдай құдіретімен. Яғни құдірет деп отқанымыз бұл жерде ол өзінің заңдарымен басқарады. Құдай
адамдарды, бүкіл жер бетіндегі адамдарды өзінің заңдарымен басқарады. Соның ішінде ең үлкен айнымайтын заңдылық бұл тартылыс заңы. Түсіндіңіз ба? Тартылыс заңы деп отқанымыз бұл әділдіктің заңы. Түсіндіңіз ба? Жақсылық көрсең өзімнен, жамандық көрсең өзімнен. Біреуден болды дегенді шығарамын тіріден. Көрдіңіз ба? Яғни тартылыс заңы. Тартылыс заңы әділдіктің заңы бұл. Енді қараңыз, жаңа айттық қой, мына 3-4 поколениедегі әйел адам осы өмірге қазір келген баланы аборт жасапты дедік қой, енді қараңыз, оказывается, жаңағы мына осы өмірге келіп жатқан қыз бар ғой, мысалы қазіргі балалар, олар яғни мыналардың несі екен? Мыналардың алдындағы поколение екен. 4 поколение былай қарайды. Яғни 3-4 поколение алдындағы. Яғни мысалы мына жердегі поколениедағы аналарды, жаңағы аборт болған адамдар бір кезде солар мына адамды не істеген? Аборт жасаған. Көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Бір кездері істеген іс-әрекеті міндетті түрде қайткен күнде де алдынан не істейді? Шығады. Қайткен күнде де алдынан шығады. Тартылысы. Әділдік деген сол. Көрдіңіз ба? Карма заңы деген. Карма заңдылығы деген сол. Енді мына аборт болу деген не? Аборт болу. Оказывается, біз мына адам дүниеге келеді ғой, адам мысалы ананың ішіне біткен кезде оны мына өмірге сенің ананың жатырына түсуіне адамның 64 атасы жұмыс жасайды екен соған. Көрдіңіз ба? Ол келгенде де ол өзіне өзі келе береді, оның да бір баяғы аталардың несімен келеді, қолдауымен келеді. Көрдіңіз ба? Енді не істейді? Ол аталардың қолдауымен соған не істеді? Келген кезде біз не істейді? Ол бала көтеріп жүрді, бірақ біз мына замандағы енді бізде қандай оң қалыптаспады? Әсіресе бізде осы 19 ғасырда біздің аналарымыз өте көп аборт жасапты. Ол рас қой. Мысалы, Совет Союзы кезінде 20 ғасыр емес па? 20 ғасыр сол. Атеистік қоғам болды. Атеистік қоғамның кезінде, яғни баланы қиынсынды, баланы біз жұмыс жасамаймыз ба деген сияқты ұғыммен ана балаға аборт жасатылды. Көрдіңіз ба? Біз негізі қазір қай анадан сұрайтын болсаң да әрқайсы әйтеуір міндетті түрде олар аборт жасатқан болып шығады. Түсіндіңіз ба? Енді сол аборт жасатқан мына жаңағы әйел адам не істеді? Мына өмірде жаңағы бала негізінде баланың адамның жатырына, анасының жатырына түскен кезде қуанып, мәз болып, мына жарық дүниеге келетініне қуанады екен, қуанып, енді мен жарық дүниеге барып, өзімнің жаңағы бірдемелерімді өтейін, енді мен тек ана өмірге барғанда бүйтем, сөйтем деп кәдімгі мәз болып келеді екен де, бірақ не істеді? Мына жақта анасы оны қиынсында сол баланы не істеді? Алдырып тастап. Алдырып атқан кезде де ол жерде не қалады? Память қалады. Көрдіңіз ба? Ана баланың сезінуі, мысалы, мына УЗИ-ға түсіретін болса, баланың деген дүк жүрегі соғып, сөйтіп жатқан адам не қылады? Көрініп тұр, аппаратта бәрі дыбыс бар, ол дыбыс бар деген сөз, олар жан бар деген сөз. Ол өлі дүние емес ешқандай да. Ол жанды, ол мәңгілік. Қиын болды алып деген. Енді сен ананы бүйтіп кері тепкен кезде ана бала не істейді екен? Ренжиді. Қатты ренжиді, өмірге өкпелейді. Және де оларда страх болады. Қатты страх болады. Көрдіңіз ба? Қатты страх болады екен, оказывается. Өмірге келуден қорқамасың. Уже келесіде ол мына өмірге қазір енді келіп жатыр ғой. Бұл енді бекерден келіп жатқан жоқ бұл балалар. Өзі уақыт
алып келді. Жалпы мына естеріңде болатын болса, бұрын біздер айтқанбызда адамның 8 несі болады? Тәні болады. Кармический. Кармический, ментальный тело, кармический тело деп өткен сабақтарда айтып қой. Естеріңде бар ма? Ана қазақ неге 7 киім, бесіктің үстіне 7 киімді жауып, сол баланың сондай ырымын жасайды. Себебі 7 киім деп отқанымыз біздің 7 энергетикалық қабатымыз. Түсініңіздер ме? Сол 7 энергетикалық қабатқа бала толық сол 7 энергетикалық қабатына не істеп шығу керек? Оранып толық шығу керек. Көрдіңіздер ме? Бірақ өкінішке орай ол өкпеледі, бір кезде ренжіді, ол бір-екі өзінің энергетикалық қабатын не істеп алды? Жоғалтып алды. Көрдіңіздер ме? Жоғалтып алды. Ол өкпеледі. Ода кетіп қалды сол памятте, страхтың энергетикасымен кетіп қалды. Көрдіңіз бе? Енді ол мына өмірге сол келіп жатқан жаңа аутист балалар, яғни олардың 3-4 энергетикалық қабаты, енді кем дегенде бір 2 энергетикалық қабаты жетіспейді деген сөз. Түсініңіздер ме? Өмірге келгенде оғанда әсер етеді ғой. Әрине. Енді ол біздерде мына аутист балдарды зерттеген ғой, зерттеп көретін болса, аутист балдар барлық уақытта да мынандай не сала береді екен. Мынандай бітпейтін энергия сала береді екен. Аспанды, жұлдызды сондай сала береді. Кәдімгі үлкен Россиядағы орталықтың маманының, мен сол несін оқыдым. Зерттеуін оқыдым да, сондай айтады. Олар сол аспанды біткен шиыршықталып жатқан энергия сияқты нәрсені сала береді дейді. Көрдіңіз бе? Олардың ішінде сурет салған кезде ата-ананы, семьяны салатындар редко дейді. Дені сау балдар салар ол көбіне. Оны көбіне дені сау балдар. Папам мамасы 4 ба 5 бала бар. Соның дейтін почти барлығы адамдардың заңымен жүрмейді. Отырып тұру керек, қатарда тұру, ән айту. Ұнай ма тұрады, ұнамай ма кетеді. Айналып, шашқысы келе ме шашады ол. Сосын құрастырмақты жақсы көреді. Көбіне құрастырмақты жақсы көреді, сосын айналғаны жақсы көреді. Сосын сөйлегенді звукқа құлағын басып, ұнамайды. Бірдеңе істеп тұрады, түртіп қалсаң сені ұрады, тістейді, или бір өзінің бір агрессиясын көрсетеді да, өзімен өзі. Көрдіңіз бе? Сонда ол баяғы өмірінде қатты ренжіген, өмірге. Негізінде жалпы осы жерде мына біздің мұсылманның нәпсіне ие бол. Кез келген адаммен аузындағы екі ерніңнің арасындағы, екі тісіңнің арасындағы және де екі бұтыңның арасындағы абай бол. Сол жеріңді сақта деп айтатын себебі содан екен. Көрдіңіз бе? Бір кездегі осындай біздің ойланбай жасаған әрекетіміздің соңы барлық уақытта да оның несі бар екен? Өтеуі бар. Көрдіңіз бе? Барлық уақытта да өтеуі бар. Енді қараңыз, қазіргі кезде инвалид ер адамдар көп дейді. Неге инвалид ер адамдар көп? Себебі инвалид ер адамдар бір кездері сол балалардың аборт болуына себепкер болған ер адамдар екен. Өзі нәпсісіне ие бола алмай. Нәпсісіне ие бола алмаған күндердің күнінде енді не болып отыр олар? Инвалид болып отыр дейді. Көрдіңіз бе? Сонда біз өзімізше ойлаймыз қазір біз мына өмірде не? Ойбай, қалай осылай, мені ешкім көріп тұрған жоқ қой деп та. Мына сен көрмегенмен Құдай көріп тұр ғой дейтін біздің қазақтың айтатын екі ауыз сөзі қараңызшы осы жерде да. Енді қазіргі сол аутист болған балалары бар аналар дейді, енді сол баланы қабылдау керек дейді. Бірақ өкінішке орай біз оны қабылдақ түгел ауырғанын мойындамайды. Мойындағысы келмейді. Дені сау. Никак ауыр деп айтушы олма соттаймын деп шығады. Вот. Қарапайым, несін қабылдамайды. Қайда ол? Вот. Енді сол баланы ана қабылдамаса, көрдіңіз бе? Ол аутизмнен ешқашан жазылмайды. Қалай да жазылады деп жүр ғой енді. Жоқ.
Ол баланы негізінде жатқан жоқ. Просто ол нормальный бала болды дейді да, оған беттегісі де келмейді, қарамайды да болған. Көп ата-ана. Негізінде ол аутист болған бала көбірек үйде болу керек негізінде. Көрдіңіз ба? Үйде көбірек ананың қасында болу керек. Баяғыда біз мына өсімдікке күннің сәулесі су керек қой, содан өседі. Бала ананың мейірімімен өседі. Яғни көзге көрінбейтін екеуінің арасында не бар? Жіп бар, байланыс бар. Сол байланыс, яғни ол энергия алу керек, анадан энергия алу керек. Сөзіңізді бөлейін апа, бізге бір логопед келді, осы жоқ деп бір жақтан алдырып сөйттік, соны логопед етеді ана. Қазір 16 орталық ашылды ғой бізде, Успеньеде. Содан бір апта жұмыс жасадым дейді. Анаған кіруге дейді, жүрегім ауырып кетті дейді. Ондай айна дейді да барлық жер. Стекло, сол жерде сабақ болады дейді. Соларға еще үйретесің бірдеңе дейді. Сабақ өткен дейді, ана жерге жүрегім беттемейді уже дейді. Бір аптадан кейін қашып кеттім дейді, бармаймын дейді. Ана бала айғайлайды, бүкіл агрессиясын көрсетеді, өте қиын дейді. Дүниеде көп екен ғой дейді. Білмеймін ғой. Енді осы жерде негізінде айна деген нәрсе болмау керек. Айна. Дауысын та, а, б деген соның бәрін олар айту керек, қайталау керек дейді. Сол айна бар деп айтты сол бізге. Жоқ, жалпы айтып отқанда сабақтың арасында орай келеді. Оказывается, айна болмау керек екен. Мына жатын бөлмеде айна болмау керек. Мен осыдан 30 жыл бұрын баяғыда бір Ақтауда бір емші кісімен дастархандас болып қалған кезде сол айтады. Сол кезде айтып еді сол кісі да, ана біз барған қонақүйдің жаңағы шкафтарында айна бар екен. Айналайын, мына айна болмасын. Жатын бөлмеде жалпы айнаның аз болғаны жақсы деп. Көрдіңіз бе? Яғни айнаға түскен нәрсе міндетті түрде ол қайталанады екен. Көрдіңіз бе? Сосын айнаға үнемі қарай берме дейді. Кішкентай айнаң болсын, андасында бетіңді қарап болды дейді. Көрдіңіз бе? Енді действительно былай қарап отырсаң, қазір деген сыланып сипанатындар да көп. Сыланып сипалған сайын біздер қайтама кері кетіп жатыр ғой. Денсаулық жоқ действительно. Сол бір кездегі шалдардың сөзі дұрыс қой. Дұрыс қарап тұрсың. Действительно ауру болып беті жылтырап жүргенмен екінің бірі ауру. Действительно солай. Міне сонда бұл аутизмнің рухани себебі бір кездегі мына өмірге жеңіл желпі қарауда. Көрдіңіз бе? Өмірге жеңіл желпі қалай болса солай. Жаңа айтқандай, әсіресе мына әйел адамдар мен ер адамдардың қарым-қатынасы. Без берекет. Қандай да инфекция жұқтырып, апасын дейді ғой. Инфекция жұқтырып жатқандар да көп. Баланы бола алмай жүргенде мысалы. Міне, соның барлығы қазіргі қоғамда кімде қазір сондай проблема болып жатыр, сол адам жаңа айтқандай ойбай деп медицинаға барып емделе бергенше ол өзінің рухани өміріне қайтадан бір келу керек. Аналар келу керек қой. Аналар келу керек, тәубесіне келу керек. Біз осы бізге дейінгі поколениядағы аналар міндетті түрде тәубеге келу керек. Енді қазіргі аналарда аутизм баласы бар анада, жоқ анада бәріміз де тәубемізге келуіміз керекпіз. Кешірім сұрауымыз керекпіз. Құттай баламыз ауырса тек мен сөйтетін болдым. Тек тәубеге келіп құттай нетемін болады. Басқа ем, басқа заттың сен кейін ол қосымша. Ол енді. Бірінші сол Алламен келесің, бай, мен істеп қойдым, қай жерде істедім, Алла кешір. Бірінші соған барасың. Сосын жайлап бірдеңе келсең, беті бері қарап, жақсы бол. Соның ішінде ең бірінші жаңа айтқандай біз үнемі айта беру керек сөз: мен өмірді сүйемін. Мен өмірді сүйемін. Мен өмірді жақсы көремін, мен өмірді сүйемін. Өмір деген керемет, өмір деген тамаша. Өмірде адамдардың бәрі де жақсы. Каждый 88-ші деген киноны естеріңде бар ма? Баяғыда бір жіберіп жүрдік қой. Ана өмірден бір соғысқа бір жігіт қатысып өліп қалады да, сосын о дүниеге барып түседі. О дүниеге барғанда барлық адам очередьпен жаңағы кезегін күтіп тұрады.
Дина бар, Дина білетін шығарсың сол кезде. естіген сияқты. Иә, соны каждый 88-ші дегенде қарап көріңіз. Сонда жаңа аутизм бала туралы айтады да. Сонда жаңағы енді ол жерде более глубокилау айтпаған, просто бұл жерде айтайын деп тұрған сол жаңағы ана очеркпен келеді ол, ана мына дүниеге шығу үшін очеркпен келген кезде анаған судьба, яғни тағдырда бір әйел адам ретінде көрсетеді, қолына билет береді. Ана билеттің ішінде черный билет. Бәрі мә черный билет берді, анаған деп қызық болып бүйтіп қарайды да. Сосын айтады, ана жігіт айтады, неге черный билет дегенге неге қорқыватсыңдар дейді. Ой, ол сен анау өмірге барғанда аутизм, ауру боласың деген сөз дейді. Сосын анау барады да жаңағы судьбаға барып айтады да, судьба болып отқан әйелге, сіз маған деген мынандай неге бересіз, маған бұны берме, мен бұған келіспеймін, мені нормально адам қылып жібер, неге сен мені нормально адам қылып жібермейсің дейді. Сол кезде ана не айтады, судьба айтады, сенің ұғымыңда не, аутизммен ауыратын адам не ол, адам емес па не деп сұрақ қояды да. Көрдіңіз ба, онда не ол, адам емес па не, ол не, жаман ба не деп сөйтіп сұрақ қояды. Бұны неге бұл жерде айтып тұр? Яғни біздер мына өмірде жаман, жақсы деп бөлеміз. Көрдіңіз ба? Жаңа айтқандай, кімді біз қабылдағымыз келмейді, сондай ғой дейміз ба? Ол міндетті түрде сізге не істейді, алдыңызға келеді. Сіз деп айтқан кезде оның энергетикасы сізге не істеп кетеді? Ауып кетеді. По-любому сіз сол адамды, сондай адамды өміріңізде кездестіресіз. Түсіндіңіз бе? Сондықтан да біздер ең бірінші жаман жақсы деп бөлмеуіміз керекпіз адамға. Әрбір адам мына өмірде өзінің өмір өту керек өмір жолынан өтіп жатыр. Көрдіңіз бе? Аутизм болып келіп жатқан балалар да ол бір кездегі өзінің кармасын отрабатывать етіп жатыр. Өзіңді біл дейсіз. Сол. Ал енді соның мамалары да ол да не істеп жатыр? Кармасын өтеп жатыр. Мысалы мен өзім айтар едім сол нелерге, аналарға. Қайта жаңағы больницаға бірдемеге алып бара бергенше үйде баланы көбірек бауырыңа басып отыру керек. Қарапайым ауырған балаңды да құшақтай берсең жазылып кетеді ғой. Соны айтамын. Міне біздер қарапайым, біздер адамдар бір-бірімізден мейірім алуымыз керекпіз. Сол мейірім жетпейтін болатын болса, ол қайткен күнде де ол жер олқы болып тұрады. Қазіргі өзіргі поколение, яғни біздің бір-бірімізге мейірім бере алмағандығымыздың кесірінен. Бір кездегі біздің бір поколениямыздағы бір адамдар қалай болса солай безалаберный өмірге қарады. Біз қазір соның өтеуін істеп жатырмыз, өтеп жатырмыз. Енді осы жерде біз шамданып, сөйтіпті, бүйтіпті демеуіміз керек. Біз бәріміз бірігіп, осы уақытты, осы заманды, сол ауыртпалықты іштей түсініп, көтеріп, сезініп, жақсы тілек, дұғамен, өмірді сүюмен осы бір кезеңнен істеп кетуіміз керек, өтіп кетуіміз керекпіз, шығуымыз керекпіз. Баяғыда мен бір российский каналдардан чистилище деген нелер тыңдаған кезде полный түсінбейтін едім. Действительно, қазір чистилищенің уақыты. Яғни бір кездегі қарайып кеткен, лас болған энергетикаларды қазір тазартып жатыр. Бөлініп тұр да, көрініп, бөлініп, білініп жатыр. Қарапайым былықтарға дейін шығып пара алғанда ашылып, қазір заман өмір ашылды ғой қазір. Сондықтан да любой әрекетіңіз ешкім көріп тұрған жоқ қой деп білгенімізді істеуге болмайды. Біз қайткен күнде де есеп береміз. Сондықтан да әрбір ісімізге, әрбір әрекетімізге біз бекем болып жүруіміз керекпіз. Енді осы жерде не жазайық? Проработка жасап жіберейік. Мысалы, әжелерімізді есімізге түсірейік, аттарын білеміз бе? Материнский линиядағы әжелеріміз.
солардың атын жазыңдар. Мысалы материнский линияда кім бар? Әжелерің. Білетін әжелердің атын жазыңыздар. Әжеңіздің, мамаңыздың атын жаза беріңіздер. Кешірім сұраймыз ба, не істейміз? Енді жазыңдар ма? Сол әжелерімнің, аналарымның бір кездегі біліп істеген, білмей істеген күнәсі үшін кешірім сұраймын, Алла. Кешірім сұраймын, Алла. Және де мен тәубе етемін. Тәубе етемін. Тәубе етемін. Алла, шын мәнінде бәрін көрушісің. Алла, шын мәнінде бәрін көрушісің. Бәрін білушісің. Бәрін көрушісің. Бәрін білушісің. Әділсің, Алла. Әділсің, Алла. Бәрін білушісің, бәрін көрушісің. Әділсің, Алла. Ары қарай. Тек қана жақсы оймен. Ары қарай, тек қана жақсы оймен. Жақсы амалдармен. Жақсы оймен, жақсы амалдармен. Жүремін. Тура жолыңнан тайдырма. Тура жолыңнан тайдырма. Міне біз осылай үнемі тәубемізге келіп жүруіміз керекпіз. Сонда қазіргі аутизм болған балалардың арғы шығып тұрған рухани себептері, яғни бір кездегі қалай болса солай әрекет еткен, жауапкершіліксіз жүрген ата бабаларымыздың әрекетінен болып тұрған нәрсе екен. Беріп қарасақ, осы өмірде қазір келіспей жүрген адам пайдасын отырып сұрасам, жасаған соны. Или мысалы жаңағы біздің бір баланың несі айтты ғой, наркотик сатқан. Балдары өздері шеккен, төлеуде отырған дейді, соны ұсталған дейді, уже тазалық көрінеді ғой. Вот. По-любому шығып тұр да. По-любому уже айтқандай, наркотик сатса да, арақ сатса да
көрдіңіз ба? Әйтеуір бір жаман адамға любой бір әрекет жасадың ба, жаман әрекет, ол сенен шығады. Арақ сатқанда не деп ғой, сондай онда мен күйеуім арақ сатты екен. Вот соның бәріне проработка жасалыну керек. Түсінесің ба? Бәріне де. Бәріміз саттық кезінде. Сигарет, темекі деп жаңағы не деп. Енді ол қазір көрдің бе? Енді бәрінің соң өтеуін өтеп жатыр. Бәріміздің де анамыз сатты кезінде арақты, нені. Бәрі де сатты. Бірақ біз көрдіңіз бе, біз өтеуін өтеп жатырмыз қазір. Көрдіңіз бе? Ал енді сол жерде осыны түсіну керек та. Ал осыны түсінбей жаңа айтқанда туылатында сол. Сарысымен туылады қазір балдар. Сарды бұл туылады, оның да психосоматикасы бар ма екен? Сол арақтан сол неден. Енді ол сары болып туылды деген сөз бауыр деген сөз, иә? Бауыр деген нені білдіреді? Бауыр деген алдында айтып жүрміз ғой. Яғни сен мына өмірде ең бірінші бауырларыңмен сыналасың. Сен егер де бауырыңмен жақсы қарым қатынаста болмайтын болсаң, сен міндетті түрде сол бауырыңа ренжитін болатын болсаң, сенің бауырың удар алады. Көрдің бе? Бауырың. Соңғы 2 ұлым сол сары болып тұрды. Күздің қыстың уақытында туған ғой. Ән айтып берген сағына. Сонымен садик деген кішкентай. Менде 2 баламда да болды. Бір сары. Бірақ бір немен кетесі капсула дәрі тез кетті бірақ. Ол капсула дәрімен оны біз тәннен кетіргенмен, оның энергетикалық тұрғыдан да не істеуіміз керек? Сонда соның психосоматикасы қандай сонда? Бауырына ренжуі. Жаңа балдар ма? Балдар бауырына ренжуі. Өздерінің реніші бар бұрынғы оларда. Сізге құттай бөпе болған бұрын өмір сүрді ғой. Олар бүгін өмірі болды. Бұл айтып тұрмын, ошибка прошлого воплощения. Баяғы солар үшін енді мен проработка жасауым керек. Енді оларды тартылсаңа, оларды саған бекерден бекер келіп тұрған жоқ. Неге саған келіп тұр? Значит, сізде де өкпе болғаны. Көрдіңіз ба? Олардың энергетикалық структурасы қандай болды? Сізде де сондай энергетикалық структура бар деген сөз. Тартылсаңа. Жердің шөптің суы болмайды дегендей. Суы. Қазақтан қалған ғана сөз жоқ па? Былайша айтқанда. Әділ, қазір біздің басымыздағы болып жатқан любой жамандық болсын, қиындық болсын, ауру болсын, сырқау болсын, жаңағы не бар тағы да басымызда отқан, жаңағында кредит болсын, уайым болсын, қайғы болсын, бәрі де орынды. Алла әділ. Соны түсінуіміз керек. Құдай маған осыны неге берді, осыны маған неге берді деп айтуға болмайды. Значит, менің бір ниетім дұрыс болмағаны. Көрдіңіз бе? Значит, мен бір нәрсені дұрыс жасаған жоқпын. Соны ізде. Сырт адамдармен жағаласып, жауапкершілікті сыртқа. Не істеп тастауға болмайды, аударып тастауға болмайды. Бұғасын сөйтеді ол. Біреуден көрген оңай ол. Біреуден көрген оңай себебі. Өзіңе жауапкершілік алатын болсаң, зато сен өзіңнің родыңда тазалай аласың. Зато сенің өзіңнің бойында өзіңнің энергетикалық каналдарың ашылатын болады. Жолың ашылатын болады. Ұрпағыңның жолы ашылатын болады. Көрдіңіз бе? На внимание, фокусты өзімізге қаратуымыз керек. Бізде революциялар оттап жүр ғой да. Оттап жүр. Ешкімнің жолын ешкім ашып бере алмайды. Естеріңде болсын. Әркім өз жолын өзі ашады. Ол дәм болсын шарлатанство. Анау ашып береді, мынау ашып береді. Ондайлардың бәріне де сене берудің қажеті жоқ. Жауапкершілікті өзіңізге алып, терең, дұрыс білім алатын болсаңыз, білім ашады. Білім арқылы бізге түсіністік келеді. Түсіну арқылы біз өзіміздің жаңағы бұрынғы, айтып отырмын ғой, ошибка прошлый воплощениедегі қателікті орнына келтірмей, бәрі бесполезно. Көрдіңіз бе? Бәрі бесполезно. Міне, осыны түсінуіміз керекпіз. Так, бүгінгі сабақ осы. Қазір сұрақтарыңыз болатын болса маған қойыңыздар.